Иду я вчера по Астане и вижу очень много вывесок к футболу. Так Евро же началось 24 года. Чемпионат Европы. Ах, да, стартовал чемпионат Европы по футболу. И знаешь, я считаю фаворитом этого турнира сборную Англии. Они в прошлый раз дошли до финала. В этот раз, я думаю, они станут чемпионами. И с этим, кстати, согласны наши друзья из Тенниси KZ, которые дают КЭФ 4,4 на победу сборной Англии. Да не, я думаю, что финалисты прошедшего чемпионата мира, это сборная Франции, скорее всего, они станут финалистами Евро. И на них, кстати, ГАФ, коэффициент 4,7. Наши друзья из Тенниси именно такие коэффициенты дают. Если вы согласны с мнением моим и с мнением наших друзей, то переходите по ссылке в описании, регистрируйтесь на Тенниси KZ, используйте промокод Евро24 и получаете до 4000 тенге реальными деньгами на свой счет. А если вы пополните свой счет еще на 2000, то получите бонусом 8000. Поэтому начинайте самый главный турнир этого лета вместе с Тенниси KZ. Короче, думаю, что все-таки Англия, да? Думаю, да. Я думаю, Франция. Франс. Всем ассалаумалейкум, қалайсыңдар достар, біздің құрметті оқырман, көрермен, бұл промо подкаст YouTube арнасы. Дәл қазір Октагон 59 соңғы жекпе-жек аяқталды. Муртазали Магометов енді жаңа жарты жеңіл салмақта жаңа чемпион. Ал бүгін негізі 13-14 жекпе-жек болған. Сол 14 жекпе-жек қорытындысы бір нәрсені айта кетейін бізге. Алдағы 15-20 минутта. Да. Но это не точно. Поэтому бұл классикалық бір подкаст емес, кішігірім бір обзор, разбор секілді сияқты. Соны енді давай талқылайық. Так, бастамас бұрын, в общем, турнирді бір-екі ауыз сөзбен қорытындыласаң. Қандай түйінге бердің? Турнир аяқталды, 14 жекпе-жек. Ну, мне турнир, скажу, маған надо, мне турнир понравился. Были сомнения насчет главного боя, потому что, басты жекпе-жек женеде коммейн-ивентте қазақтар болған жоқ, сондықтан обычно бывает как, что мало зрителей, мало поддержки, но мысалы там вот Муртазали и Сардор, они хорошо прям подрались, все прям поддерживали. Не могу сказать, что там кого-то много было фанатов там Сардора или Муртазали, но было чувствую, что, и мы даже когда комментировали, я чувствую, что поединок вообще высококонкурент. Помимо этого, мне еще понравилось, что сегодня вот проспектов было много, действительно вот проверка была. Там и Абай, и Тимур Хуаныш, но об этом чуть попозже. Но в целом это хороший такой крепкий турнир, я считаю. Это проходной турнир емес менің. Иә, широкий аудитория емес, но вот ММА қарайтындар. Просто мен жаңағы проспекттерге келетін болсақ, тоже сынды түсінбеймін. Олар біреулерді оп-оңай ұтып жатса, олар мишок. Біреумен кәдімгі қырылып жатса, онда мынау мишок. Онда кім мишок дейсің? Онда иә, түсіну қиын да, по факту енді өсем дегесін ондай оңай жекпе-жектер болмау керек. По логике жекпе-жектер осындай болу керек. Иә. Вот конкуренцияның осындай болу керек. Міне бүгін андай бір жақты жекпе-жектер өте аз болды да маған. Даже мейн-картта аз болды. Не конкурентный жекпе-жектер өте аз болды. Сол 14 жекпе-жектің бір 4-еуі ғана шығар, иә. Қалғандар прям өте конкурентный болды. Ол да бар. Иә, алғаш жекпе-жек Адлан Омаров пен Нұрлан Тайтиев өте тартысты, бірақ там без шансов, да, Адлан Омаров күрестің арқасында алып кетті. Мен негізі алдағы уақытта Адлан Омаров пен Тимур Қуаныштың жекпе-жегін көргім келеді. Мысалы. Қазір Омаров тағы бір-екі жекпе-жекте жеңіске жетсе, прям екеуі құрдас, 20 жаста екеуінің стилі ұқсас бір-біріне. Екі прям оттар, көзінде от жанып тұрған проспекттер ғой, екеуінің стилі ұқсас. Қызық болар еді маған осы жекпе-жекті қарау. И екеуі де 66-ға жалпы андай денелі емес. Мысалы, Қожа Ахметті қарашы, 66-ның баласы. Иә. Бойы ұзын. 84, күйек, мынандай қатып қалған кәдімгі. Прям 66-ға идеальный телосложенность, дене бітімі. Ал Омаров болсын, Тимур болсын кішкентай екен. Бір жағынан түсінемін, қазір олар 61-ге қуса, ол жас организм одан сайын қиын болады. Біріншіден, екіншіден олар түбі сол 66 не 70-ге келіп тоқтайды. Сондықтан қатты бір 61-ге түсудің де мәні жоқ. Мысалы, Тимурға жаңа қарсыласымен салыстырсаң, масқара ғой, разница деген. Сондай момент бар. Екі проспекттің жекпе-жегі маған қызық болар еді деп ойлаймын. Сосын Дидар Нағимолданов, Жаманбек Жүсіпбекұлы.
Дидар неплохой ударник. Видно, что у него 3 поединка, 2-1. И я посмотрел по рекорду, он просто в 21 году один раз подрался, в 22 году один раз подрался. Там 23-й, ну, в общем, он раз в год один поединок проводил. Простой были большие. Не знаю, с чем связано, но жасы от спирде. Мен ойымша сондай бір жасы, кажется, келіп қалды сияқты. Потому что титул сұрап отыр. ну, титул в полулегком весе, ну, пока, не знаю, рановато еще, мне кажется. Нужно пару таких хороших, классных боев закатить, мне кажется, и потом можно. Ну, допустим, можно кого-то взять, вот выбрать из главного карда. К примеру, там, Ербулата Таламбекула, который дрался против Хожахмета Имангали. Хорошая проверка. Или, допустим, того же самого Сардора Худайбердиева, да, тоже 31 год Сардору. И вот, если так, то нужно так это делать. То есть, ну, постепенно, потому что видно было, что, мне кажется, пока еще рановато. Ну, возможно, Дидар и все остальные, кто просит титульника, они думают, я каждый день могу драться с любым там. Я готов к титульнику. Но это спорт, тут нужно понимать, какой ты кондиции, какой кондиции там будете вы к этой дате и так далее. Поэтому, ну, нужно выбирать с умом, двигаться нужно, я думаю, в этом направлении. Білмеймін қалай болатын, бірақ, ну, маған сол Дидар ұнаған, надо. Жекпе-жек надо. Талғат Қалмұратовтың орындауында. Я отходил, мен болған жоқпын, я уходил. Талғат Қалмұрат в колено потом не показал этот повтор. Ну, таза андай ударниктің жұмысы ғой, грэплерге қатысты. Ну, көрініп тұр анау Амалидин, мысалы, таза грэплер, даже еркін күрестің особо не екенін білмейді да. Иә. Жерде жақсы, возможно, ориентируется, күреседі, но стойкада өткізді, да, сосын амалсыздан аяққа секірді, вообще дайындықсыз қалды, тіземен пақ ете түсірді. Ну, жақсы нокаут, Талғат Қалмұратов жақсы андай не ғой, ветеранчик. Кезінде кіммен, Бекзат Алмаханмен де Бушиден өтеміз ғой, қазір. Рекорды 4-4, қазір 5-4. Иә, бантамвейт өте конкурентный вес, жас проспекттермен әлі де қырып алатын бір дәлелдеп берді. Сондықтан енді мынадай нокауттан кейін по-любому лига оны белгілеп қойды. Мынаны есте ұстап отыру керек деген сияқты. Сосын 4-ші жекпе-жекте бізде кішкене бір сенсация болды дейікші. Сенсация дегенде, просто менің ойымша әділет там жасы 18-де и мына жақтан қарасаң Руслан Мирманов жасы 27-де. Руслан Мирмановтың бір клубым қандай шығатын клубын білеміз, да, Triumph Fights. Нам просто ешқандай ақпарат бізде болған жоқ, әділет Календеров, кажется, да, все-таки Календеров, потому что Топол же Календеров деп тұр, и өзі там рингоносер біздің Мади Тургумаев Календеров деп айтқан екен. Бізде просто Календеров деп тұр, сол үшін біз эфир арасында Календеров деп айтқанбыз. Бірақ вот бастамас бұрын айта кетейін, осы жігіт бізде қалай бонусқа тізімде бірінші орында тұрған спортшы Әділет Календеров. Ең бірінші леккен. Иә, сразу, потому что біз вот 4-ші жекпе-жек, потому что прелимдер 7-ші жекпе-жектен аяқталған екен, біз 4-ші жекпе сразу таки вот осы жігіт бонусқа лайық деген. Енді күресі прям таза ММА. Иә. Физухасы да жақсы екен, және функционалдық дайындығы да жақсы. 18 жастағы бала үшін, ну, прям күрес жақсы. Ударканы әлі жөндеу керек, бірақ ол оңай шешілетін нәрсе. Күреске қарағанда ең қиынын жасапты. Күрес жақсы, және Мирманов алғашқы раундта тәптер айқасты, бірақ бұл жерде функционалка. Иә, мен түсінбедім не болғаны, бірінші раундтан кейін ба, или екінші раунд ортасында ма? Тез өшіп қалды. Не болғанын білмеймін, түсінбедім. Мирманов тез өшіп қалды. Енді көреміз, қазір Әділеттің несі жоқ, контрактысы жоқ октагонмен. Егер октагонға алып жатса, мысалы, оның ағасы Джастикпен шықса қызық болар еді. Ну, так, порядке бред. Кикбоксер, ты пересмотрелся, брат за брата. Иә, типа. Жан-Клод Ван Дам. Есе қайтару, короче. Ну, білмеймін, но 57 үшін өте жақсы бала екен. Боз бала ғой, небәрі 18-дегі. Көреміз, октагонда толықтай алады ма, жоқ па. Нематулла мен Эльмир Джафаров айтарың бар ма? Жоқ, айтарым жоқ, жақсы жекпе-жек, бірінші раунд вообще в целом очень классно был. Потом что-то просто крес. Күрестің арқасынан, ну, жеңіске жеткен Нематуллада вот. Бұған дейін қарашы, 5 сапалы жекпе-жек қарадық. Иә. Сосын машеге етті, тяждар келеді. 0-2, 0-1. Не знающий побед. Ну, вот біздің жақта тяждар кризисный салмағы екен, бірден байқалып отыр. 37-де 0-1, бүгін гильотинамен жеңіске жетті. Бокстан КМС дейді, Алмас Рахманбердиевті.
Бокстан кім емес па? Иә. деп Кезінде болған сияқты, кезінде может, жасы болған. 37-те, почти 40 жасы 40-қа толған екен, почти 37-те. И мынау Фархат Жолдасов жасы 22-де. Мен ойлағам, что Фархат жеңеді екен. Жас болғасын, иә? Да, жас болған. Потому что, ну, Алмаз молодец. С кем типа ему драться? Я думаю, там ближе тяжче из Турции. Как его звали? Алпарслан Бурхан бе? Я он сонымен шықса. Буграхан Алпарслан. Я сонымен шықса, жақсы болатын шығар, менің ойымша. Тамаша жекпе-жек. Так, ары қарай. Азизхон Азимов и Тамерлан Жакенов. Тамерлан Жакенов бізде тоже тізімде болған бонусқа, сол барлық спортшылар арасында. Ну, Тамерлан Жакенов, білмеймін, жақсы жекпе-жек. Көрініп тұр, что деңгейі бар, техникасы бар, өмірдің бір хабары бар. Вот Темірлан болса, Адлан Омаров болса, келешек жекпе-жек Қожа Ахмет Бенғали болса, үшеуі де тренируются у Василия, у Васи тақты. Үшеуі де вот такие вот универсалы. Стойкада бар, креста бар, партерда бар. Вот соның маған ұнайды. Мысалы, соның маған тақтайдың бапкер ретінде соны ұнайды. Потому что біреу клубты қарасан, они больше ударка. Біреу клубты қарасан, там больше там грэплинг, допустим. Оларда барлығы бар. По чуть-чуть, но бар. Основной базовый нәрсені істейді. Вот Тамерлан Жакенов хороший проспект. Дальше вот нужно его дальше двигать. Жасай алмапты, 72 келімен шықты. Егер допускпен есептесең, онда 78 болу керек, қателеспесек. Онда 1 килограммнан артық перевес. Бұл 70 келіге Азизхон мысалы соңғы жекпе-жектерін 66-та вообще өткізді. 70-ге не болғанын білмеймін Тамерланмен, ну сондай бола береді. Жақсы не да тоже пополнение 70 келіде. Оған әлі асудың қажеті жоқ. Осындай ну даже 2-0 бола тұра, мысалы Азизхон Азимов бұл өте жақсы қарсылас. Бүгін кәдімгідей тексерістік. Бұған дейін жекпе-жектерді оп-оңай ұтқан еді. Міне бүгін шынымен де тертуге тура келді. Осындай жекпе-жектерді көрген, наоборот, қуану керек қой. Біреу қиналып, кәдімгідей быт-шыт болып жеңіп жатса, шыға салып, патыр-пұтыр етіп ұта салғаннан, ешкімнің қызық емес. Бірақ соған ренжиді, мысалы, конкурентный болса, ойбай, мынауың Мишка екен. Не конкурентный болса, ойбай, мынауың Мишка екен. Ну, по-любому бір жазады, біреулерге просто, видишь, сондай бір нокауттар, тез нокауттар, бірінші раунд ұнайды. Біреулерге, мысалы, бір 3 раунд бойы, там, чтобы они дрались, там, друг друга били и так далее. Ну, нормально. Маған осы матчмейкинг, осы турнир матчмейкинг маған өте қатты ұнайды. Сапалы матчмейкинг, өте сапалы матчмейкинг. Потому что бір жақтан қарасан, там, молодой, бір жақтан қарасан, опытный, но с боями и сразу же видно. Уровень. Сапалы деп мақтап жатқан кезде бір нәрсе есіме түсіп кетті. Турнирді кішкене мазалайтын бұл анда-санда бір клиптер шығып кетеді ғой. Ну, бұл матчмейкерге қатысты емес. Жоқ, в целом деймін да, ол керек жоқ нәрсе сияқты. Сіздерде и так 14 жекпе-жек. Иә? Уақыт деген, керісінше, наоборот, барынша қысқарту керек қой. Бұл қатты бір ақпаратты маңыздылығы жоқ, клиптер емес. Мен айта кетейін саған. Мысалы, мен үйде там сериал көрсем, кино көрсем, ұзақ бір 2 сағаттай кино көрсем, там шай ішіп, там туалетке барам арасында, мысалы. Сол на паузу ставлю. Мне кажется, что это делать специально тоже. Вот жекпе-жектің арасында какой-то бір клип қойып, типа, все, қазір барам. Ну, онда может клиптің орнына басқа бірдеңе қойған дұрыс. Ол да дұрыс, ол да бар. Бәлкім, мысалы, 5 жекпе-жек қатарынан жүреді, одан кейін, мысалы, студия неге жасамасқа. Неге алдын ала может бірдеңе жазып, соны салмасқа. Но, медиа бір құндылығы бар да, менің ойымша, быстрый андай бір переход, клип, неше түрлі плашкалар шығып жатыр, ол фоновый нәрсе де қатты қызығым. Сол үшін де, мысалы, Американың ТВ-сі сондай нәрселерді жасайды ғой, неше түрлі аналитиктер да келеді. Ол да бар. Возможно, мысалы, Октагонға соған көңіл бөлген дұрыс. Штатта бір, походу, клипмейкер бар, клиптарды просто перевереді. Енді өз жұмысын ақтау керек, істеу керек қой. Но вот мен ол кішкене былай көңілімді аударып жүреді да, қайта-қайта. Жалықтырып жүреді. Ну, мен сені түсініп отырмын. Сөз шыны бар негізі, потому что когда ты начинается бои, вот тебе там нокаут, там, и раз, и просто вот өткен турнирдің просто сондай лучший хайлайттар. Ондай переходтар көп та. Үздік моменттері. Мен ойымша түкке керек жоқ бір ақпараттардың бірі. Сосын бізде Қожа Ахмет Иманғали мен Ербол Талантбекұлы. Өте бір жоғары сапалы жекпе-жек менің ойымша. Қожа Ахмет Иманғали мен Ербол Талантбек. Қожа Ахметке менің ойымша бұл ең қиын, ең күрделі
и конкурентный, да? Да, Поединок вот за 3, который он дрался. Ну что, еще қатарынан там бах-бах, все быстро. На жерде прям, ну, қиналды, қатты қиналды. Особенно вот в каком раунде? В первом, да? Или во втором, каком там был такой момент? Бірінші раундта кажется. Да, возможно, да, я просто уже забываю моменты такие. Ну, үшінші раундтың қарсаңында 1-1 болып тұрды примерно. Да, вот сол, да. Вообще түсініксіз. Ұтылып қалуы да мүмкін еді, иә, Қожа Ахмет. Үшінші раундта тәп-тәуір келе жатты екен, но сосын Дзені қоса бастап еді Қожа Ахмет. Ну, Дзені жақсы дайындап өткенде де Дземен нокаут жасады ғой. Ну, 66-ға денесі бар, жақсы. Иә, бойы бар. Иә, кішкене камераның алдында да жақсы ұстайды екен өзін. Возможно, рухта қатысқаны тоже әсер етті. Ол жерде конференцияда отырып сөйлейсің ғой. Соны байқап отырмын. Ол жағынан да кішкене андай продвижение бар екен де. Камераның алдында жақсы сөйлейді, қатты нетпейді, қысылмайды. Қожалмайды дейсің ба? Иә. Жақсы. Мен жанкүйердің есінде қалатындай нәрселер айтты. Иә, дұрыс. Оны біз құптаймыз. Иә. Құптаймыз. Белбеу сұрап жатыр, белбеу. Қалай ойлайсың? Мұртазали Магомедовке қарсы дайын ба, Иманғали? Ну, сөзіне керек, менің ойымша әлі ерте, менің ойымша. Бірақ жас айырмашылығы 2-ақ жыл. Иә, бірақ та қарас, мұнда рекорд 7-0, мұнда рекорд 8-0 уже. 8-0, мұнда рекорд 4-0 был. Ну, почти екі есе. Оппозиция да, кішкене. Еще и я, оппозиция, сол. Мүмкін, но егер ешкім болмай жатса, енді сеніп тұр ғой, иә, ол білет, өзі төбелескен турнирде қазір оның салмағында титулник болады. Оның шаруасы жоқ. Сардор ма, Магомедов па алатын. Ол дұрыс, сол да бар, ол дұрыс. Вот қазір осы турнир аяқталды, турнир бітті. Осы турнирдан кейін бір нәрсе Инстаграмда, там білмеймін, там бір сториста, там с кого-то всех отметить, потом бір видеообращение істеу керек. Қожа Ахметовке. Келесі жекпе-жек уже дайындау керек. Так, келесі жекпе-жек Айдарбек Қабылов и Абай Жалал. Мен күткендей конкуренция болған жоқ. 20 жекпе-жек өткізіп тастаған адам жақсы конкуренция көрсетеді ме деп ойлап едім, бірақ Абай Жалал осымен 5-0. 5 жекпе-жектің барлығы мерзімнен бұрын біз эфир барысында да талқыладық. Финишерлердің басты проблемасы бұлардың функционалкасының қаншалықты терең екенін білмейсің да, өзі де білмейді. Иә, ол өткені тренировкада сен пируі мүмкін, 5-5 вообще әр раунд жаңа ауысады, бірақ мына жерде арена шулап тұрған кезде, бойыңда бір қысым бар кезде, иә, ол жерде функционалка басқаша ойнайды. Сондықтан Абай Жалалдың мысалы ең үлкен минусы менің ойымша бұл 5 жекпе-жектің барлығы мерзімнен бұрын аяқталды. Керісінше Абай Жалал 3 раунд бойы қырылып біреуді ұтып жатса, өзі көретіндей ең алдымен, 3 раундта өзін қалай сезінеді. Ал егер енді соған қарап өзін 5 раундта қалай сезінетінін білу керек. Қазір өзі айтып отыр ғой, мысалы Атажанов пен Бритамен шығамын. Окей, егер мысалы Атажанов ұтты, қазір онымен титульникқа шығып қалса, 5 раундқа дайын ба? Атажановың енді Айдарбек емес, оның жақсы күреседі, бойы ұзын, күрес, ударка бәрі бар, креатив бар, fight IQ бар, Абай Жалалдан ешқай жері кем емес. Өте қызық жекпе-жек болады менің ойымша, бірақ бұл жерде бір минус, біз Абайдың 5 раундты қойып 3 раундта қалай айқасатынын білмейміз. Ну, может, Абайға 5 раунд керек емес сияқты. 2 раундтың ішінде просто. Мысалы, Мұртазалиға қарсы бүгін көрдік қой, егер қылқындырып тастамаса, 2-ші раундтың соңында кім біледі ары қарай не болады? Ну, Мұртазалида менің ойымша мәселе болған. Мәселе бар ма? Мәселе бар енді, бар сондай проблемасы, бар. Потому что, ну, видно было, что что-то уже не то. И вот видишь, как получилось. Сардор здесь, кажется, чуть-то неправильно, может, сделал. Надо было чуть перетерпеть. Наверное, не знаю. Ну, в общем, Абай Жалал бойынша, Абай Жалал туралы тоқта келсем, мүмкін келесі жекпе-жек бір жақсы 3 раунд специально там, знаешь, не гасить, не пытаться форсировать, правильное слово, там, сразу первый секунд, подвигаться чуть, может, 3 раунда, чтобы, как Еркебулан Тохтар, помнишь, в свое время? Вот было видно, что он может побить, быстро закончить, но он специально подвигался 3 раунда, сказал, вы говорили, что я не могу 3 раунда драться, вот я 3 раунда подрался. Ол 3 раунд төбелескен құрсын, мен есімде ол жекпе-жек. Ну, вот это 3 раунда у него в карьере-то уже есть, а у Абая Жалала есть 3 раунда в карьере, видишь, сондай там. Ну, жақсы сөйледі, неден кейін, жекпе-жектен кейін, Атажанов пен Британы атады, бұны құптаймыз. Возможно, біздің подкаст тыңдағаннан кейін айтты. Знаешь, почему он так сказал? Потому что мен оны гостиницада көрдім в отеле. Он говорит, подкаст слушал, бонус что там мне будете? Я говорю, нет, тебе бонус уже все не светит, говорю.
Подкаст уже слушай, молодец. Лайк қойдың ба деп сұрамады. Да. Не, ол дұрыс, сол жаққа қарай қимылдау керек. Кімді Абай Жалалды келесі претендент ретінде қарастырамыз. Бұл жерде без вариант. Маған бір ұнайтыны Абай жиі шығып тұрады. Үлкен бір перерывте болмайды. Алдағы уақытта мынадай сценарий болуы мүмкін. Енді біз сразу секіріп кетейік, пока мына жерде связка бар ғой, Жалал, Сухробек, Клаудечи деген сияқты. Егер Сухробек кім? Сүндет Айтқұлдан бастайық оданша. Айтқұл қазір Таиландта жүр. Түсінуімше оның келгесін оның басын тексереді. Егер барлығы дұрыс болса, онда денсаулығын тексересің. Ең алдымен басты қарайды. Егер барлығы дұрыс болса, онда жекпе-жек жасайды. Оған осы жақын арада оралуы мүмкін, және күзге қарай, тіпті возможно одан бұрын да оралуы мүмкін. Қытайдың ана ұтылып қалғаны бар ғой. Теңше. Сонымен реванш жасау ойда бар. Ондай сценарий бар. Оны қазір нақты жасап жатқан жоқ. Бірінші сценарий бұл реванш Қытаймен, бірақ титульный реванш. 61 келі салмақта. Егер олай болма жатса, онда бізде претендент дайын. Сухробек. Бірақ Сухробек, мысалы, 2 айдан кейін шығуы 2 талай. Бұл жерде түсініксіз. Түсіндің ба? Мысалы, Абаймен Сүндет шықпай. Сондықтан егер қазір, мысалы, тамыз қыркүйек айында Сүндет оралатын болса, мен дайынмын, денсаулық бәрін тексеріп бітсе, онда Қытаймен реванш жасайды. Бұл жекпе-жек әлдеқайда. Ол да қызық. Көрдің бе, сосын салмақ бойынша уже ауыр қуатын білеміз. Сүндет менің ойымша 66-ға ауысатын уақыты келді. Мүмкін осы реваншталып ол көтеріледі, вакантный титул бұл жерде Абаймен кім шығады? Күзде. Сухробек Атажан. Көреміз қалай болатын. Сондай сценарий бізде әбден ықтимал. Әбден. Ондай болуы әбден мүмкін, сондықтан көрейік қалай өрбейтін. Бұл жерде көп нәрсе енді Сүндеттің денсаулығына байланысты болады. Денсаулығына байланысты, және 61-ге әлі де қуалама деген сияқты салмақ. Дегенмен жас қой. Салмақ қосып жатыр, дене өсіп жатыр деген сияқты. Ондай моменттер бар. Но 61-дегі осы маған разборка ұнайды болып жатқан. Егер Жалал титульниктен тұс қалса, менің ойымша Клаудечи Бритамен шығарған қызық болар. Бірақ қатарынан 2 рет жеңіп көрсеткен адамға тоже. Бір жағынан алып барсаң, кімге ұтылды, Сүндетке ұтылды, Сухробекке ұтылды. Тек қана топтарға, претендент пен чемпионға ғана ұтылды. Қызық болар. Болмаса, жаңағы Шерзот Ибодилоев деген 61-дің баласы. Неге шығармасқа? 10 жекпе-жегі бар бала. 7-де 3. Жақсырақ еді. Почему нет? Неге жасамасқа деген сияқты. Маған шыны керек, жеке басым Сухробек пен Сүндеттің жекпе-жегін хочу, чтобы сделали, скажем так. Мне есть такое ощущение, что вот есть там история. На реванш мне плевать. Я хочу Сүндет пен Сухробек. Потому что как будто бы те не вышли, эти не вышли, так не совпало. Там что-то Сухробек что-то газовал. Там вот такая тема вся пошла. И не знаю, я лично хотел бы это увидеть. Я в эфире тоже это сказал. Что там, раунд закончился, что ли? Қайта-қайта неме баса береді? Да, это вот как обычно у нас в нашей импровизированной студии. Есть молодежь нынче пошла, не уважает вообще. Так, Абайды айтып болдық, Тимур Қуаныш пен Рамзиддин Омонов. Что-то мен түсінбедім, қалай ничья болғаны. Ол жерде қара, мен естідім, раздельным решением ничья деді. Раздельным решением деген сөз, ол значит былай. Бір төреші Рамзиддин Омоновқа берді жеңісті, бір төреші Тимур Қуанышқа берді, бір төреші тең деп қойды. Сонда 1-1 получается. Көрдің ба? Солай болып тұр. Түсінбедім сен, қалай ничья болғаны. Негізі, егер жекпе-жекті алып қарайтын болсақ, тең деген нәтижеге лайықты мен. Близкий был бы, да, не спорю, был близкий. Раунды даже были близкие. Даже я сидел, думаю, кому отдать сложно. Бір мен екіні түсіну қиын, кімге бересің. Үшті Тимур Железный алды. Но бұл жерде Тимурдың проблемасы ашылды. Бұл 65-ге кішкентелеу, 66-ға, кішкентелеу байқалып отыр. Әсіресе мұна Рамзиддин Омоновтың қасында. Надо попробовать, может, 61-ге қуып, соған, может, ауыса. Может. Көреміз. Или физикаға жинап. Мұна Рамзиддин Омонов, допустим, өзін өте жақсы көрсетті. Иманғали Қожахметпен қызық болар еді қарау. Согласен. Иманғали Қожахметпен қарау қызық болар еді.
осындай ростердегілердің сөйлескені қызық та. Мысалы, Конечно. Парвиз Насруллаев деген өткенде Тимурмен шықпай қалды. Қазір енді Қожа Ахметпен шықпай қалды. Қашанға дейін қашып жүрмекші? 3-0 деген рекорды бар. Менің ойымша ол жігітті де не Қожа Ахметке, не Тимурға қарсы шығару керек. Сондай жекпе-жектер қызық болады да. Онда тұрған ештеңе жоқ, мысалы 3-0 болып келе жатты, біреу отырып қалса, міндетті түрде мешок емес. Ей, тиышталыңдар шайнала. Бақтап жүрді. Сондай проспекттердің жекпе-жегі. Жалпы бұл турнирде прям көрдің ба, мына проспекттер барлығы андеркартта жүргендер ғой. Көрдің ба, өсіп келе жатыр. Қазір уже кішкене медийка пайда болды. Уже чисто ММА-дің хардкорный фанаттары білет. Уже мейн-картта өнер көрсететін деңгейге жетіп отыр бұл жігіттер. Енді бір екі жекпе-жек каждыйына, мысалы Қожа Ахмет, Абайдың қазірдің өзінде уже 5-0 уже дайын претендент, мысалы Тимур, олардың барлығы міне бір-екі жекпе-жек уже қол созып. И барлығы спортшылар октагон селекшннан бастаған. Міне жұмыстың нәтижесі. Тимур Қуаныш селекшннан келген адам. Абай бірден осында бастады. Қожа Ахмет селекшннан, не қателеспесем? Жоқ, селекшннан. Көрдің бе, біртіндеп степ-бай-степ өсіп келе жатыр да, уже мейн-картта өнер көрсетеді бұл жігіттер. Уже көзге түсе бастады деген сияқты. Вот Тимур Қуаныштың басты проблемасы сол кішкене денесі ұсақтау болып көрінді. Енді мысалы Қожа Ахметті алып қара, мынау Омоновты алып қара, бұлардың 66-ға кәдімгідей денелі. Менің ойымша Мұртазали Магомедовтен де денесі әрі, мынау кімнің, Рамзидин Омоновтың. 66-ын жасап тұр. Иманғалимен екеуінің жалпы стильдері де және дене бітімі де жақсы келеді екен да. Менің ойымша өте қызық жекпе-жек болар еді Иманғалимен, мысалы Рамзидинді қойса. Ал Тимур Қуаныш Парвиз Насруллаевты күту керек деп ойлаймын. Тимур Қуаныштың бұл бір ғана проблема емес. Бір ғана мәселе емес. Айта берсін. Тағы бір мәселе бар, менің ойымша, когда у тебя прозвище Showtime, когда у тебя прозвище Highlight, когда у тебя прозвище Питон, ты себя программируешь, что ты задушишь. Да. Вот Соло, мне кажется, так сыграло. Может быть, у Тимура, не знаю, вот был такой план у Тимура Қуаныша задушить именно. Или вот просто то, что он питон, он задушит, может быть, так себя настроил. Просто мне кажется, что зацикливаться на РНС не надо было. Я сейчас могу со стороны только говорить. Я думаю, что он мог не делать РНС, просто контролировать, бить потихоньку, переводить и так далее. Но борьба у него в этом бою не сильно получалась, честно скажу. Бэкмаунтқа 2-3 рет шықты, но ұстатпады вообще. И, возможно, ол ойдан в целом бас тарту керек. Бэкмаунт жасайын деп өзі де қарсыласының астына түсіп қалғаны болды. Но осылай үйренеді. Бүгін жақсы нәтижемен шықты менің ойымша. Бұрын соңды бұлай қиналған жоқ, бұндай қиыншылықтарды көрген жоқ октагонның ішінде. Профессионал ретінде, любительден ол бөлек әңгіме. Бұндай жекпе-жектер қажет. Осындай жекпе-жектер көбірек болсын дейді. Енді шынымен де біраздан бері бұндай конкурентный турнирді көрмеппіз, бұл медийный емес, адам аз аренада. Возможно, ютубта да қаралым аз болған шығар. Қазақтарға тіпті бір қызық емес деу турнир болып шықты, көбінесе, әсіресе соңғы 4 жекпе-жек бұлардың біреуінде де қазақтар болған жоқ. Бір жағынан сендер октагонның Центральный Азиатский лига екенін ұмытпаңыздар. Алматыда жасап жатыр екен деп әр апта сайын, әр ай сайын, таза бір Қазақстанның нарығына арнап менің ойымша турнир ұйымдастыру өте қиын. 3 айда бір жақсы Қазақстанның арналған турнир шықса, окей. А так осылай смешанный болады. Минус сол, ол әр ай сайын Ташкентке, Душанбеге барып жасай алмайды. Штаб осы жерде, енді адамдар аз, бірақ бұндай жекпе-жектер. Давай, ары қарай, а то у нас уже полчаса самое. Бұндай турнирлер просмотр жақсы жинайды деп ойлаймын. Сұрғабек Атажанов, владеющий Брита. Айтарың бар ма? Сұрғабек вот очередной раз убеждает, что у него есть IQ, fight IQ. Не получалось, вот как он сделал эту удушку? Просто увидел возможность, просто прыгнул, откуда через руку засунул. Молодец. Размен кетіп отқан кезде қолы салып қалды, ананың қолы бұлай өтіп кетті, думаю. Стойкада жаба салған. Брита енді, не знаю, 2 поражения подряд. Он еще и в этот вес не уложился. Он не уложился 57, когда дрался с Дамиром Туленовым, там почти 2 килограмма, что ли, кто раз Дамир рассказывал. Теперь не уложился в 61. Теперь что, он не уложится в 66, что ли? Не знаю, он нужен лиге, потому что он все еще опасен.
Он хороший спортсмен, но мне кажется, что рассматривать его как там, что он дойдет до титульника снова, ну, я думаю, что не стоит, наверное. Магомед Магомедов, Мануэль дос Сантос. Бар ма айтатын бір нәрсе? Айтатынды эфирде айтып тастаған сияқтымыз. Шынымды айтайын, қатты қызық емес. Бұл жерде бір ғана айтарым, бұл менің ойымша комейн ивент қылып қоймау керек. Да, надо было поставить хотя бы, знаешь, кого? Бритамен кімді қою керек? Да, Сухрабек Атажанов. Я когда вот увидел такой порядок, я тоже удивился. Көрдің бе, ана екеуі төбелесіп жатқан кезде арена тып-тыныш отырып просто. Да. Даже вот Сухрабек Атажанов с Брита нормально зарубились. Вот комейн ивентке зың кетер еді. Енді бұл жерде Магомед бұрынғы чемпион болғаннан кейін кішкене құрмет көрсетіп білген жүр қойған шығар, сол главный. Ну, білмеймін, он дұрыс емес па. Он же не постоянно берется в октагоне, понимаешь? Он вроде как уходил в лигу другую. Сейчас не получилось, тебе обратно возвращается и так его вставит в комейн ивент. Я понимаю статус, бронго чемпион, там все дела, непобежденный 13-0. Но я бы подумал. Тактический қателік сияқты. Бұл наоборот, знаешь, бұл жекпе-жекті мен андеркарттың, мейнкарттың ортасына не басына қояр едім. Ең алғашқы жекпе-жек 8-9 пар қылып примерно. Ну, возможно, да, там 8-9 қатты бір кішкене назардан түсіп қалатындай ғой. Я. А то Дос Сантос пен Магомедов, ну даже тәжік, өзбек, қырғыздар емес, понимаешь? Жарайды, давай басты жекпе-жек бойынша бірнеше сөз айта кетейін. Сардор Құдайбердиев пен Муртазали Магомедов. Бар ма бір нәрсе айтатын? Енді мен ойлағам, Муртазали Магомедов бұл жекпе-жекте қиыншылық көрмейді ау деп. Бірақ Сардор Құдайбердиев көрсетті бұл жігіттің осал тұстарын. Күресінің де сондай бір керемет асып бара жатқан жол екенін көрсетті. Енді көрдің бе, бір жағынан Муртазали Магомедов, может, оның тарапынан бір недооценка болған шығар, иә? Алып тастайын деп. Өйткені осы жеңілмей келе жатқан, әсіресе финишерларда сондай кішкене бір 5-6 жекпе-жектен кейін сондай психология пайда бола бастайды. Ойбай, мен ешкім ұта алмайды. Иә. Ондай көп, мен мысалдар көп білем. Возможно, сондайға тап болып, қазір көрдің бе, ол уже психологически басқа настрой. Ол жекпе-жек. Ол да бар. Ол әсер еткен сияқты деп ойлаймын. Құдайбердиевтің да қателігі болды. Ол көрдің бе, анау қылқындырып мойындалды ғой. Сол кезде бір өзінің бақытына сенбей бір асығып кішкене екінші раундта ма? Әбігерленіп кеткен сияқты бірінші раундта. Иә, алуға болар еді, қылқындыруға болар еді. Но ондай удушкаларды әсіресе асу жақсы жасайды. Асу мысалы өткенде талқыладық қой. Вот қазір аналогия келтірейін. Асу бүйтіп қылқындырып жан таласады. Ол удушкалар былай вот жылан сияқты. Ақырын бүйтіп миллиметрмен аласың оның барлығы. Бүйтіп көрдің бе, бүгін мысалы оған дейін де болды ғой, бірнеше жан таласы быт-шыт болып тартып атқан. Олай қылқындыра алмайды. Мысалы ол жылдамдық, ол стойкада керек. ММА неде еркін күрес кезінде, стойкада күрес кезінде взрыв керек. А партерде ол керек жоқ. Партерде андай кішкене дем алу темпің бірдей болу керек. И асықпай жылан сияқты тарт буындырып тастауың керек. Кішкене суета болып кетті да бұл жерде. Суета болып кетті, иә. Егер асықпай жасаса, кім білет, мойынды алар ма еді. Жақсы алды. Оның бұлай әбігерленіп сала салғанның өзінде де жақсы алды. Енді Муртазали Магомедов білмеймін, потенциалын, жұлдыз ретінде потенциалын айта алмаймын. Мысалы, Дағыстандық, Қырғызстаннан, Қырғызстанда оны қалай қабылдайды, негізі оған қарым-қатынас қандай. Енді қырғыздарды өзі шыққан елі Қырғызстан болғаннан кейін, қазір Қырғыздың әнінен шықты мысалы. Ол да өте дұрыс дүние, оны қолдаймыз. Бірақ именно осы жұлдыз ретінде потенциалын қазір нақты бағалап айта алмаймын. Но финишер, білуімше, оны қазірдің өзінде басқа батыстық лигалардан қызығушылық бар ол жігіт. Фамилиясы Магомедов болып отыр, қызығушылық бар. Бірақ қарашы, қандай әртүрлі Магомедов. Но это неправильный Магомедов. Қайсысы неправильный? Муртазали? Нет, Магомедов. Нет, ну слушайте, без приколов, в прошлом подкасте я говорил, ты жена, так и есть. Спасибо, что заметили. Я так и хотел. Нет, ну слушай, вот сейчас в современном ММА, в современных боях без правил решает что? Зрелищность, понятность. И вот это вот бах-бах-бах-бах, все вот эта тема.
Ну, Магомед, он, знаешь, Магомед Магомедов, это вот для реально ценителей, это прямо хардкорных, потому что там были такие переходы в парке. Да. То есть, как он готовил там, вот, как он маскировал свои дальше. То есть, это вот прям реально то, что нужно смотреть и учиться по нему. Ага, он так сделал, вот так сделал, все, хорошо. Широкий аудитория емес, Да, то есть, публика емес. а вот для меня и для вас, для всех, кто таких бах-бах-бах, это вот зарубился, кого-то вырубил в этом размене, упал, встал, проход сделал, забил. Вот такая тема нужна. А вот Магомед это все-таки больше вот, Вышкаленный. да, такой академический ММАшник, который вот, поэтому у него рэкет 13-0. Вообще минимальный риск. Он даже граунд паунд делает без риска, знаешь. Вот просто пах, бьет, нету там. Оның боксы да безопасный, байқадың ба? Да. Былай шляпа дейді оны, бүйтіп ұстайды ғой, шляпу держиді ғой, сол қолдарын былай жоғары ұстайды екен да. Ну, видишь, он результат приносит, достижение приносит. Ну, не знаю. Ну, я думаю, это только мое мнение. Все равно зрители, которые сидели здесь, тишина была. Это даже не связано с тем, что там Магомед это из Бахрейна, его соперник это не из Казахстана, поэтому была такая тишина. Нет. Как было шумно, когда дрался Сардор и против Муртазали. В общем, все, да? Аяқтадық. Давай біз қазір осы жерде онда сразу кімге беретінімізді айтайық, бонусты. Да. Мен былай деп, бізде 3 претендент болды. Өздеріңіз білесіздер, бұл жас болу керек. Ең алдымен, біз прелимдерде деп айттық. Бірақ бізде бір жігіт мейн-картқа өтіп кеткен 3-0 рекордымен 3 жекпе-жек, өздеріңіз білесіздер, ол лайықты. Біздің критерий бойынша келеді. Жас проспекттер. Ең алғашқы болып біз айттық, 4-ші болып төбелескен Әділет Қалиндаров, қырғыз жігіті. 18 жаста, қазір 3-0 өтеді. IQ бар. Әлі боз бала, әлі де өседі, өнеді, түсініп отырмыз. Но мысалы осындай балаларды кішкене балаларға көмектескім келеді, кішкене мотивация болсын деп. Бірақ бұл жерде минус қандай? Калиндаров октагонның спортсмені емес. Бізге бұл лигада қалатын, лигада контрактысы бар адам болған өте маңызды. Сондықтан өкінішке қарай Әділет Қалиндаровты біз тізімнен алып тастаймыз. Сосын екінші біз кімді қарастырдық? Темірлан Жакеновті қарастырдық. 20 жаста, өте жақсы жекпе-жек көрсетті. Андай оппозиция тоже бір проходной болған жоқ, кәдімгі уже 7 рет төбелесіп тастаған, контендерский жекпе-жекте болған Давлятовпен. Жақсы спортсмен допты, кішкене тер төгуге де тура келді, байқан шұрт түсірмесін. Бірақ бұл жерде бір минус, енді кішкене осадочек дейді ғой, бар. Бұл Темірланның салмақ жасамаған. Ну, даже салмаға қарамай, сары карточкаға қарамай, все равно, если ты сравниваешь Қожахмет Иманғали и оппозицию, и сам поединок, и как он этот поединок закончил, но все равно выступление вечера, мне кажется, Қожахмет Иманғали более достоин. И вот біз содан кейін үшінші бізде Қожахмет Иманғали негізгі картты ашқан спортсмен. Но вот қараңдар, драма, там тоже бір проходной мешок тұтқан жоқ. Сосын не болды? Үшінші раундта мысалы түсініксіз болды вообще. Кімге береді? Үшінші раундты алған адам сол походу жекпе-жекті ұтар еді. Возможно, төрешілердің шешіміне жетсе, ничья болар или Қожахмет ұтылып қалар, кім білер, біз оны білмейміз. Но жиналды, тактикасын өзгертті, өзі күресіп бір косяк өтіп жүрген жері бар. Но одан кейін барып жиналды да, кәдімгідей тізе қоса бастап, прям жақсы атқарып. Ондай кезде көрдің ба, кішкене осындай опыты аз адам тупить етуі мүмкін. Атылып, қайдағы жоқ бірдеңені жасап. Ол өте салқынғанды, прям поэтапно не істеу керек екенін білді да, қайта-қайта дені тыға беріп, содан нәтиже шықты. Но кішкене тәуекел етті, бірақ өте тартыс жекпе-жек. Вообще менің ойымша не Тимур мен Рамзидин, не осы жекпе-жек кештің ең үздік жекпе-жегі болу керек деп ойлаймын. Хотя титульник тоже жақсы болды. Сондықтан біз алғашқы біздің бонусымызды Қожахмет Иманғалиға береміз деп шештік. Қожахмет Иманғали біздің бірінші алғашқы бонустың иегері. Әзірше бұл бізде $100, алдағы уақытта тағы өсуі мүмкін. Енді бұл біздің қаржылық жағдайымызға байланысты болады, ары қарай. Қалтамызға сыймай бара жатқан ақшамыз жоқ, бұл сол рекламодательден келетін ақша. Әзірше $100, ары қарай енді жұрт қалай қабылдайды, сіздер қалай қабылдайсыз, көре жатармыз. Все, болды ма? Бәріне үлкен рахмет, что досмотрели вот этот 40-минутный разбор сразу же после турнира Октагон 59, кейін сразу разбор.
Исатай, Арман, біздің астына сілтемелер Инстаграмға, Телеграм, Исатайдың телеграммасы астына болады. И все, пікір, лайк, как обычно, комментарий. Жазыңдар, давайте тақылайық. Октагон 60 бізде тоже бірнеше бір информация бар, келесі подкастта тоже мүмкін айтатын шығармыз. В общем, подписывайтесь, чтобы не забывать. Ну и что еще сказать? Все, на этом все. Болды. Давайте, салам алейкум.